Жаңа мектеп 2-ші серия. Ой, тұрайын. Ой, гимнастикамен арнайы су керек. Қазір сабаққа барамыз. Мен қобалып жүрдім, жүгініп келейін барып. Ой, тым жоқ екен ғой. Онда тек бетімді жасам. Жүрдім болды. Ой, қалай барамыз сабаққа? Мен қатты қобалып жүріп тұрмын, жарайды. Тезірек айналысып алайын да. Кітаптарды салу керек. Осылай жатамыз. Потом осылай жүре береміз. Құламау жүру керек, құламай. Так, болдым жасап. Şimdi мен бұны салып қояйын. Не қып жақтым? Так, слушай, шүліп кеттім ғой. Болдым, кеттім. Кітаптарымды салып қойыншы. Так, алайық. Матем, қазақ тілі, әдебиет. Қазақ әдебиет екен. Алгебра. Болмайтын. Болды. Ручка алдым ба мен? Сағат 7 болыпты ғой, мен қыздарды оятайын. Қыздар, Нұрай, Жұлдызай, тұрыңдар. Ой, ұйқым келіп тұрған ай. Ой, мен тоже қаршырмен қылып қалдық қой. Сағат 7 болған ба не? Мә, біз қазір кешігеміз. Жарайды, мен тезірек сумкамнан салып алайыншы. Ең бірінші очередь. Матем, қазақ әдебиет, алгебра, тағы бір сабақ болды. Қазақ тілі ма бір бәле. Бар, жуынып келейін. Сен нешеде тұрдың, Жан? Алтта. Ойбай. Жарайды, мен кеттім, жуынып келейін. Блин, осындай уақытта ұйықтап жатушы едік қой біз. Сабақ басталды. Амал жоқ, не істейміз енді? Олжан, сен сабаққа не алып кетесің? Мен әлі жұмсаған жоқпын. Айтпашы, салып келейінші бар. Тоқта, мен де салып келейін. Мынау аппараттан ала салайық та. Соны алайын. Так, мен қазір алып алайын. Так, мен бірінші кола. Және так, маршмеллоу. Маршмеллоу қатты жақсы көремін. Және так, чипсы. Болды. Мен оған дейін жүгіре тұрайыншы. Так, мен алайын. Мына суды неге алып алдым мен? Сразу істей салам. Осы кола алам. Потом тоже чипсы алам. Сосын тағы да пончик алып шығармын. Енді Жұлдызай алады. Маманы оятпаймыз ба? Может, оятып айтармыз кететінімізді. Білмеймін, ұйықтасын да. О, қыздар, не істеп жатырсыңдар? Біз жаңағы салып қойып жаттық. Так, мен де онда салып алайын. Так, кола алмай қойып, осы жол бар ғой. Осындай алайын. Және неге басылмайды?
Так, чипсы. Потом шоколадный пончик. Болды, қыздар, кеттік шайға, біз кешіп қаламыз. Я шынымен. И то сен. Ой, соткамызды алуды ұмыттық. Ой. Барайық. Біз кеттік. Барасыңдар ма? Жарайды, сау болыңдар. Аха, сау болыңыз. Жарайды, кеттік. Блин, қыздар, сағат 8 болып жүрдіңдер. Кеттік. Так, қыздар, сендер не істеп тұрсыңдар? Я, енді келгенбіз ғой қазір. Енді кірейін деп жатырмыз. Блин, я боюсь. Кеттік. Саламатсыздар ма? Саламатсыз, папай. Сәлеметсіздер ме? Бұл кімдер? Біз жаңадан новыйдан қыз келіп едік. Қыздар бол. Жақсы, отырыңдар, қазір өздеріңді тақтаға шығып таныстырарсыңдар. Сосын сендерді өз орындарыңа отырғызамын. Так, любой орынға онда отыра тұрыңдар әзірше. Жақсы. Ал балалар, біздің сабақ басталды. Қазір енді 3 қыз шығып, өзін таныстырып өтсін. Так, мен барып таныстырып өтейін. Менің атым Олжан, мен жасым 12-де. Байдың қызымын, және сабақты жақсы оқимын. Болды. Жақсы, сабақты жақсы оқисыңды сабақ барысында көрерміз. Және екінші қатардағы екі оқушы келіп өздеріңіз таныстырып өтіңіздер. Жақсы. Менің есімім Нұрай. Менің жасым 14-те. Байдың қызымын, яғни бәріміз балалармыз, сондықтан да байдың қызымыз, және сабақты 4-ке оқимын. Жақсы, отыра ғой. Сендерді сабақ барысында тест алып көреміз. Жақсы. Менің есімім Жұлдыз, жасым 13-те. Сабақты жақсы оқимын, 4 пен 5-ке отличницамын негізі. Жақсы, отыра қойыңдар, ал біз сабақты бастайық. Сендерден бүгін тест алмай қойын, тек сабақ сұрайтын боламын. Так, сабақ түсіндіріп кетейін қазір. Так, осы есепті түсініп аламыз. Наконец-то қоңырау. Наконец-то. Қоңырау. Енді қандай сабақ? Қоңырау деп айқайлап кетсene. Қандай сабақ болады қазір? Вроде қазақ тілі. Да, бер. Мен негізі қазақ тілінен нормальнымын. Ал мен әдебиеттен нужно. Нормально. Ағылшын болмайды, я бүгін? Я вроде болмайды ағылшын. Ешкім сөйлемейді ғой бізге вообще. Соны айтам, өзінше қыздар шығар бұл жерде. Барлық қыздар. Болды. Кет қоңырау школик. Так. Знаешь, қара жаңа новенький қыздар. Мен ұлдарға кеттім. Не істеп жатсыңдар, мен тасып күттіңдер ғой. Ну, да жағасып кетті ғой бірше. Новенький үш қыз қараш, вообще ұнамайды бар ғой.
сол ғой. Тұрған тұрыстарын қарашы. Аналар біз мазақтап жатқан сияқты ғой. Өздеріне көрсетеді ғой соны. Бір күні. Қарашы аналарға бізге қарап тұр, жаман көзбен қарап тұр ғой. Кетік әңгіме шешіп. Ойбай, Нұрай күштесетіндей болмаш. А вот күштесем ал. Барса енді өзің. Кетіп. Мен орнымнан тұршы. Тұра алмаймын, мен подругамның қасында отырмын. Арғы орынға отыр онда. Қарашы мынада. Новенькиймін деп басыма алған. Қыздар асхана бар ма? Мен қарным ашып кетті. Вроде бұл жақта асхана жоқ, вроде біз неде жейміз. Да. Мен жеп алайын ба? Мен жеп аламын қазір. Екеулер. Қоңырау болды. Так. Блин, телефон вообще болмау керек негізі. Жарайды. Қоңырау жігіттер кеттік. Онда мен орнымнан тұршы. Қазір тұрам. Так, балалар, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Бізге бір новенький қыздар келген ба? Тұру орындарынан тұра қойыңдаршы. Өздеріңді таныстырып өттіңдер. Мен Нұрай, жасым 14. Мен Ұлжан, жасым 12. Мен Жұлдыз, жасым 13. Жақсы отырыңдар, сабақтарым жақсы деген ойдамын. Қазір математика, сондықтан да сендерге есеп шығартуға тырысам. Жақсы. Есепті мен чуть-чуть нормально деп айта аламын. Все равно мен саған айтамын. Ал балалар, кітабымызды ашамыз. Сау болыңыздар балалар, үйге 8-ші есепті аламыз. Ура, наконец-то бітті. Уқты, 10 минут қоңырау екен, мен қазір бірдемені жем алайын. Мен қазір кітабымды алып алайын. Және мен не жесем болады екен, а? Чё это? Кепс. Фу. Но не. Жарайды, менде ең тәуір осы екеуі ғана. Жарайды. Бізде қазір мынау сабақ болады. Сағат 4 болған ғой, мә, кешкі. Қазір уже 1 сағаттан кейін қайтамыз. Қыздар, Жоза үшін тамағын да алсай не істеп отырсың?